Үшінші адам, жаңа айтқандай, бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, әке шешесі оның қызметіне мұқтаж болып, оларға қызмет жасамаса дейді, ол да халак болсын деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Хадистерде ата-ананың қызметі, хақысы, хұқуқы көп келеді. Мысалы, ғұламалар мубах амалдарда, басқа амалдарда олардың итааты уәжіп дейді, оларды тыңдау уәжіп дейді. Олардың алдында кішіпейілді болу керек, оларға дауыс көтермеу керек. Қараңыз, сөйлегенде дауысыңыз ата-анаңыздың дауысынан төмен болу керек. Ата-ана сөйлегенде олардың дауысынан сіздің дауысыңыз төмен болу керек дейді. Олардың хақысы дейді ата-ананың. Олардың алдында қатты сөйлемеу керек, олардың алдында қатты күлмеу керек, әдепті сақтау керек олардың алдында дейді. Оларды өз аттарымен шақырмау керек. Әке деп, шеше деп шақыру керек. Олардың атымен шақырсаң, ең золымды әке шешеге дейді, ұлы золым дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде. Әке шешеге ұлы золым олардың өз аттарымен шақыру дейді. Ол шариғатта бір харам амал. Бұл рұқсат емес. Әке шешені өз атымен шақыру.